Сәлеметсіздер, мен Пракаш Говра, Гидерабадтағы Аполло денсаулық қаласында тамыр хирургы болып жұмыс істеймін. Компрессиялық шұлық киюге көрсетілімдерді алдын алу және емдік немесе терапиялық деп екіге бөлуге болады. Ұзақ уақыт тік тұруды, ұзақ отыруды немесе көп жүру мен сапарға шығуды талап ететін мамандықтағы адамдар алдын алу мақсатында компрессиялық шұлық кию керек. Бұл шұлықтар бірінші класс, яғни қысымы төмен болуы мүмкін, немесе алдын алу үшін терең веналық тромбозға қарсы шұлықтар болуы мүмкін. Емдік мақсатта айтатын болсақ, варикозды веналарға байланысты белгілердің даму қаупі бар, немесе лимфедеманың өте ерте кезеңіндегі науқастарды емдік тұрғыда қарау қажет. Әсіресе веналық ауруларда көзге көрінетін варикозды веналары бар немесе ұзақ уақыт тік тұрған кезде аяқта ауырсыну, жайсыздық сияқты алғашқы белгілері бар науқастарды бастапқыда екінші класс компрессиялық шұлықпен емдеуге болады. Лимфедемасы бар науқастарды да емнің бастапқы кезеңдерінде осылайша емдеуге болады. Ең маңыздысы компрессиялық шұлықтар, әсіресе біз жоғары қысымды, яғни үшінші класс компрессиялық шұлықтарды қолданғанда